Барлықтарыңа сәлем оқушылар. Бүгін математика сауаттылықтан келген сыртқы есептерді талдаймыз. Біріншіден бастайық. Көктемгі ағаш отырғызу кезінде жалпы 200 ағаш көшетін отырғызу жоспарланған. Төмендегі диаграмманы қолданып, Айдос пен Азамат неше түп көшет отырғызғанын анықтаңдар. Бізде есеп қарапайым. Осындай диаграмма берілген. Әр қайсысының көшет отырғызғанда проценттер жазылған, 25%, 35%, Айдосты 20%, ал Азаматты белгісіз болған. Жалпы бізде диаграмманы 100% деп аламыз. Сонда 100%-дан осы үшеуін қосқан кезде бізде 20%, үшеуін қосып 100-ден азайтқан кезде бізде 20% шығады. Енді бізде жалпы 200 ағаш отырғызылған. 200-ді 100% деп аламыз. Енді бізден сұрап тұрған Айдос пен Азамат неше түп көшет отырғызды екеуі бірге деген, Айдос пен Азамат 20%, бұнда да 20%. Ол үшін 40% деп аламыз, пропорция жасаймыз. Пропорция жасау үшін 200-ді 40-қа, ал 100-ді мына жерде x болады. Осы x-қа көбейтеміз. Пропорция шешуді білесіңдер ғой, x тең дейміз да 200-ді 40-қа көбейтіп, оны 100-ге бөлеміз. Сонда қысқартқан кезде бізде 80 шығады екен. Түсінікті болса, келесі сұраққа өтейік. Келесі сұрақ. Меншікті жылдамдығы 12 км сағатқа тең моторлы қайық 2 сағатта өзен ағысымен 40 км қашықта жүріп өтті. Өзен ағысының жылдамдығы. Яғни бізде екі түрлі жылдамдық болады екен. Біріншісі меншікті жылдамдық, екінші өзен ағысының жылдамдығы. Яғни физикалық есеп түрінде жазып алатын болсақ та болады, бірақ біз математикалық теңдеу ретінде шығаратын боламыз. Жалпы бізде физикада S тең, қазір мына жерге сөзбен түсіндіре берейін, S тең V көбейту T деген формула бар, Соны біз V-ның орнына V1 плюс V2 деп жазып аламыз да, көбейту T дейміз. Сонда бізде орнына қоятын болсақ, бізде жалпы аудан S бұл жерде 40 км. Мұны мына жаққа жаздық. Енді T уақыт 2 сағат деп тұр, жаздық. Енді V1 жылдамдық, меншікті жылдамдық 12, оған белгісіз, яғни екінші өзен ағысының жылдамдығын A деп аламыз. Бізде осындай теңдеу шығады. Және A-ны табатын болсақ, 20-дан 12-ні азайтамыз, 8 болады. Келесі сұрақ. Бізде үшінші сұрақ. Осындысы орындалатындай А мен Б-ның орнына қойылатын сандар дейді. Жалпы 5-ке қосу ретінде қосу амалы екен. 5-ке 8-ді қоссақ 3, қаншаға 4-ке қаншаны қоссақ 2 болады. Біз мына жерде ойымызда 1 тұр, 13 болды. Ойымызда 1, мына жерге жазып қоямыз. Сондағысы 1 мен мына жерде 2 болды. Значит, бұл жерде 4-ке қаншаны қоссақ 11 шығады. Мына жерге 7-ні қояды екенбіз. 7, 11 болды. Жаңағы ойымыздан қостық 2 болды. Сонда тағы бір ойымызда қалды. 3-ке 6-ны қоссақ 9, жаңағы дұрыс келе жатқан екенбіз. 3-ке 6-ны қоссақ 9, ойдағысымен 10. 10 болды. 0-ін жаздық. Мына жерде тағы ойымызда біреу бар. Енді қаншаға А-ға 5-ке қосқанда 8 шығу керек. Жаңағы ойымыздағын есептейміз. Ойымыздағымен мына жерде 2 болады. 2-ге 5-ті қоссақ 7, 7-ге ойымыздағымен 8. Осылайша шығаруға болады. Мына жерде жазып қойғам. В-ға 7, А-ға 2. Және мына жерде В-ға 7 қойдық, А-ға 2 қойдық. Және де А мен Б-ның орнына бізде 2 мен 7. Дұрыс жауабы Е болады. Так. Келесі сұрақ. 4-ші сұрақ. Сұрақтары өте оңай екен. Кейін күрделісін шығара жатармыз. Тоты құсқа 7 күн бойы күніне 4 рет және әр берген сайын 0,5 грамм дәрумен берді.
бір қорапта әрқайсысы 0,25 грамм құрайтын 8 дәрумен бар. Осы 7 күн ішінде ең кемінде неше қорап дәрумен қажет екенін табыңыз дейді. Оқушылар берілгенін нақты әрі өзіміз соңына дейін оқуымыз керек. Сонда есепті шығаруымыз өзіміз оңай болады. Бұл жерде берілген екен 7 күнде тотықұсқа 7 күн бойы күніне 4 рет және әр берген сайын 0,5 дәрумен берді дейді. Бір күнде 4 реттен бергеннің өзіне дәрумен 0,5 грамм. Сонда бізде 2 граммнан беріп отқан екен, бір күннің өзінде. Ал бір қорапта 0,25 граммнан 8 дәрумен бар. Бұл да 2 грамм шығады. Сонда оның 7 күн ішінде ең кемінде неше қорап дәрумен қажет екен? Дәрумен қажет екен табу керек. Бұнда пропорция етіп жасаймыз. Так, кішкене мұнан төмендетейік, көріну үшін. Так, n деп аламыз да, 2 грамм, бұнда пропорция жасаған кезде 2 n-дарды. Мінекей, n дұрыс болды. 2 грамм көбейту 7. Бөлінген 2 грамм. Сол кезде қысқарған кезде бізде 7 қорап шығады екен. Жауапта бар ма? Бар екен. Бізде нақты қанша кемінде, ең кемінде неше қорап дәрумен қажет екен табыңыз деген. Бізде 7 қорап дәрумен қажет. Оқушылар түсінікті болып жатыр ма? Төменге сұрақтарыңыз болса қойып отырыңыздар. Берілген сурет бойынша Мадияр шеңбер бойымен 156 сантиметр жүгірген болса, онда осы шеңберді неше рет айналып жүгірген табыңыз дейді. Бізде пи жуықтағанда 3-ке тең дейді. Так, Пифагор теоремасын қолданамыз. Мына жерде тік бұрышты 3 бұрыш, ал мына жерде 90 градус, сол үшін тік бұрышты 3 бұрыш болып тұр. Пифагор теоремасында бізде 12, 5, осы екеуі бізде гипотенуза, 2 гипотенузаны қосқан кезде бізде түбір астынан катет шығады. 5к 5 сантиметр, 12 сантиметр және де бізді Пифагор қолдан тапқан кезде 13 шығады. Бізде шеңбердің формуласы с тең пи-ді. Бұл жерден n-ді табамыз. 156 сантиметр, яғни бізде шеңбер бойымен жүгірген болса, шеңбер бойымен жүгірген Мадиярдың 156 сантиметрмен жүгірген, оны пи-дыға бөлеміз. Сонда 156 пи бізге 3-те тең, д дегеніміз бұл жерде 13-ке тең қысқартып, неғылған кезде бізде 4 шығады екен. Түсінікті ғой, бұл жерде бізде білетініміз қарапайым Пифагор теоремасы және де шеңбер бойымен қозғалған формуласын білу қажет болады сендерге. Осы екеуін жаттап алсаңдар, есеп шығару оңай болады. Так, кішкене кішірейту тура келіп тұр. Сұрағын оқып алайық. Суретте сыртқы тік төртбұрыштың қабырғалары және АБ боялған төртбұрыштың периметрін анықтаңыз дейді. Боялған төртбұрыштың периметрін анықтаңыз дейді. Бізде кішкене мына жерде осы ішіндегісін боялған тап деп тұр. С барлығының үлкеннен кішкене разницасы с. Ортасында с, б, а, б деп белгілеп аламыз. Екі төртбұрышын. Төртбұрыш болғандықтан біреу а, біреу б болады. Енді біз 26 тік төртбұрыштың қабырғалары а мен б. Тік төртбұрыштың формуласы п тең 2 а, б. Осындай негізі осындай. Бізде енді 4 с тұр. 1, 2, 3, 4. Минус 4 дейміз. Ал бұдан бізде 2а, енді 2-ні жақшаның ішіндегі әріптерді көбейтеміз. 2а плюс 2b
сонда 8с болады екен. Оңай ғана есеп. Бұл жерде де периметр 2а плюс б дегенді біліп алсаңдар болды. Және де кішкене ғана логиканы іске қосу керек.